Келіңіздер, байрамсыздар, өздеріңіздің дұрыс жауаптарыңызды күтемін. 35.000 теңге ұтыс бағасы, 35.000 теңге. Жерде жатқан ақша емес. Мына суреттегі кім екен? Мына суреттегі қандай жігіт аты жөнін дұрыс айтқан біздің көрерменіміз 35.000-ға ие болады. Кәлекей, біздің байланыс нөміріміз 56 56 925 716 86. Бізді студиямызда байланыстырған көрерменіміз бар сияқты дейді. Алло? Саламатсыз ба? Менің ойымша ол атақты футболист Дэвид Бекхэм. Мына жігіт атақты футболист Дэвид Бекхэм? Жоқ, өкінішке орай ол Дэвид Бекхэм емес бұл жігіт. Басқа бұл жігіт, басқа. Дұрыстап ойлаңыздар, дұрыстап қараңыздар, барлық сана сезіміңізді дұрыстап қосыңыздар. Мен ұтыс бағасын екі еселендіремін. 65.000 теңге ұтыс бағасы. Бұна суреттегі жігіт кім екенін дұрыс айтқан көрерменіміз алып кетеді 65.000 теңге. Байланыс нөмірі 756 56 56 715 816 96. Ал тағы да бір көрерменіміз қоңырау шалып тұр. Алло? Алло, саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Алло, братан. Ау. Мына суретте сенсің ғой? Атың кім? Алтын менің, бірақ неде жайлаудан. Есіме түсті. Бұл әділ студиясында Марат емессің бе, е? Алло, братан, Марат. Ал сенің әзілің ұнайды маған. Әрине деген. Маған ұнайды, е. Алло, Марат. Осы сенің ақшаңда ештеңе керек жоқ. Сенмен суретке түсіп алуға бола ма? Суретке ме? Онда теледидардың қасына келді, қазір біздің операторлар мені үлкен әрі планда ұстауы мүмкін. Мен айтамын, әрі планда ұстаңыз. Қай жағың емес? Оң жағынан қолын бүйтеме? Сәл қолын көтерші, сәл. Кішкене. Түсірем. Ой, рахмет, болды. Көр, жақсы болды ма? Дұрыс. Ал, мұны біздің көрерменіміз ұтысқа ие болды, 65.000 теңгеге жоғалды керек жоқ па.